Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 2-ші сыныптың 15-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы кестенің көмегімен бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу және азайту. Бірінші тапсырма: бос орнына тиісті санды қой. Енді бұл жерде балалар мынаған назар аударыңдар. 6 қосу 2 қосу 3 дейді. Бұл жерде 6-ға 2 қосқанда 8, 8-ге 3 қосқанда 11 болады. Демек, келесі 6-ға неше қосқанда 11 болады? Дұрыс айтасыңдар, 5 қосқанда 11 болады. Келесі 15 азайту 7 қосу 1 дейді. 15-тен 7 азайтқанда 8, 8-ге 1 қосқанда 9 болады. Демек, 18-ден 9 алған кезде 9 қалады екен. Келесі 7 қосу 4 азайту 2, 7-ге 4 қосқанда 11, 11-ден 2 азайтқанда 9. Демек, 18-ден де 9 азайтқанда 9 болады. Келесі 12 азайту 3, сонда бізде 9 қалады. 9-дан 1 азайтқан кезде 8 болады. Ал енді одан кейін 14-тен 6 азайтқан кезде бізде 8 қалады. Келесі екінші тапсырма: артық өрнекті тап. Бұл жерде 3 қосу 5 қосу 4 дейді. 3-ге 5 қосқанда 8, 8-ге 4 қосқанда 12. Келесі 6-ға 4 қосқанда 10, 10-ға 2 қосқанда 12. Келесі 9-ға 2 қосқанда 11, 11-ге 1 қосқанда 12 болады. Келесі 8-ге 4 қосқанда 12, 7-ге 3 қосқанда 10, 10-ға 2 қосқанда 12, 6-ға 1 қосқанда 7, 7-ге 4 қосқанда 11. Демек, бізде артық өрнек 6 қосу 1 қосу 4 екен. Бұл есептегі балалар барлық өрнектерге назар аударып қарасындар. Барлығының мәні 12-ге тең болады. Тек соңғы өрнек қана мәні 11-ге тең. Үшінші тапсырма: А нұсқасы. Берілген сандарды пайдаланып, қосу амалымен тура теңдік құр. Қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайт, не байқадың дейді. Бұл жерде бізде қосу амалын пайдаланып, бұл жерде біз тура теңдік құрып алдық, яғни 8-ге 4 қосқанда 12 шығады. Енді қосындының мәні бізде 12 болды. 12-ден біз бірінші қосылғышты азайтамыз, яғни 12-ден 8 азайтамыз, сонда бізде 4 шығады. Енді келесі әр нұсқасы: берілген сандарды пайдаланып, азайту амалымен тура теңдік құр дейді. Берілген сандарды пайдаланып, азайту амалымен тура теңдік құрып алдық, яғни 15-тен 6-ны азайттық, сонда бізде 9 шықты. Енді айырманың мәніне азайтқышты қос дейді. Яғни бізде айырманың мәні 9 болып тұр. 9-ға біз бірінші азайтқышты қосамыз, сол кезде 9-ға 6-ны қосамыз, тең болады 15. Балаларынан естерін сақтап алыңдар. Қосуды азайтумен тексеруге болады, азайтуды азайтумен және қосумен тексеруге болады. Келесі 4-ші тапсырма: өрнектердің мәнін тап. Бізге 16 азайту 8 деген өрнек берілген екен. Енді 16 азайту 8 деп жазып аламыз да 8-дің өзін 2-ге жіктейміз, яғни 8 деген 6 мен 2 санының қосындысы. Енді 16 азайту 6 азайту 2 деп жазамыз. Бұл жерде 16-тан 6-ны азайтқанда 10, одан 2-ні азайтқан кезде 8 болады. Келесі 7 қосу 8 деген өрнек берілген. Бұл жерде екінші қосылғыштың өзін 8 санын 2-ге жіктеп аламыз, яғни 8 саны бізде 3 және 5 саны қосындысы ретінде. Енді 7 қосу 3 қосу 5 деп жазып аламыз. 7-ге 3 қосқанда 10, 10-ға 5 қосқанда 15 болады. Келесі 8 қосу 3 деген өрнек. Бұл жерде екінші қосылғышты жіктеп аламыз, яғни 3 деген 2 мен 1 санының қосындысы. Сонда 8 қосу 2 қосу 1 деп жазып аламыз. 8-ге қосқанда 10, 10-ға 1 қосқанда 11 болады. Және соңғы өрнек 12 азайту 7. Бұл жерде екінші азайғышты біз жіктеп аламыз. Яғни 12 азайту 2 азайту 5 деп. Өйткені 7 деген сан бізде 2 мен 5 санның қосындысы. Сонда 12-ден 2-ні азайтқан кезде 10, 10-нан 5 азайтқан кезде 5 болады. Енді балалар бізге осы 4-ші есепке тағы да тапсырма берген екен. Өрнектердің ең үлкен екі мәнінің қосындысын және айырмасын жаз, олардың мәнін тап дейді. Бізде ең үлкен екі өрнек ол 15 және 11. Енді осылардың қосындысын және айырмасын жазатын боламыз. Әуелі балалар бұл жерде қосынды амалын бірінші орындаймыз, яғни екі үлкен мәнді өзара қосамыз. 15 қосу 11 деп жазып аламыз. Бұл жерде 15 саны ол 10 және 5 санының қосындысы ретінде шығады, сонда 15-ті 2-ге жіктейміз. Және келесі 11 санды 2-ге жіктейміз, яғни 11 саны 10 және 1 санның қосындысы ретінде. Енді жақшаның ішіне 10-ды 10-ға қосып аламыз, яғни 10 қосу 10 деп жазып аламыз. Бұл жерде ол 20 шығады. Оған қосамыз бірліктерді, яғни 5-ке 1-ді қосып аламыз, сонда бізде 20 қосу 6 деген өрнек шығады. Енді балалар азайту амалын орындаймыз. 15-тен 11-ді азайтамыз. 15-тің өзін 2-ге жіктеп аламыз, яғни 15-тің өзі 10 және 5 саны қосындысы ретінде, және 11 санды тура солай 2-ге жіктеп аламыз. 11 саны бізде 10 және 1 саны қосындысы ретінде. Енді балалар жақшаның ішіне 10-дықтан 10-ды азайтамыз. 10-нан 10-ды азайтқан кезде 0 болады. Енді бірліктен бірлікті азайтамыз, яғни 5-тен 1-ді азайтамыз, сонда бізде 4 қалады. Келесі 5-ші тапсырма: есепті шығар.
Немерелері әжесіне 12 орам жіпті дайындауға көмектесті. Әжесі кеудеше тоқу үшін 8 орам жіпті пайдаланды. Неше орам жіп қалды? Бізде бұл жерде берілгені өзінде жазылған екен, яғни болды 12 жіп, пайдаланды 8 орам жіп, қалғаны белгісіз жіп. Енді шешуі деп жазып аламыз да, 12 азайту 8 дейміз. Бұл жерде өйткені бізге бар болғаны 12 жіп болды және пайдаланған 8 жіп деп. 8-ді өзін 2-ге жіктейміз, яғни 8 саны 2 және 6 санының қосындысы ретінде. 12-ден 2-ні азайтқан кезде 10, одан 6-ны азайтқан кезде 4 болады. Демек жауабы 4 орам жіп қалған екен. Келесі 6-шы тапсырма, бірінші бағандағы теңдіктерді пайдаланып, қалған бағандағы өрнектердің мәнін тап. 9 қосу 4 тең 13 деп бізге шығарып қойған екен, және оның астында 6 қосу 5 деген өрнек, бұл да бізге есептеліп қойған, яғни қосындының мәні 11 болады екен. Енді келесі, мына жерде стрелкамен көрсеткен 4 қосу 9 дейді. Енді бірінші бағанға қараңдаршы балалар. 9 қосу 4 бізде 13 шықты, демек 4-ті 9-ға қосқанда да бізде 13 шығады. Бұл жерде қосылғыштардың орнын ауысса да қосындының мәні өзгермейді, ережесі шығады. Және тура соның астындағы төмендегі есепте бірінші бағандағыдай қосылғыштардың орнын ауысқан екен. Яғни 5 қосу 6 тең болады 11. Бұл жерде қосылғыштардың орнын ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Келесі бағанға назар аударыңдар. 13 азайту 4 тең 9. Астындағы өрнек 11, азайту 6 тең 5 болады. Бұл жерде балалар бізде азайғыш 13 болып тұр, яғни азайғыштан айырманың мәні азайтқан айырманың мәні бұл жерде 9. Сонда 13-тен 9-ды азайтқан кезде 4 болады. Келесі астындағы есеп 11-ден 5 азайтқан кезде 6 болады. 11 бізде азайғыш, ал 5 айырманың мәні. Соңғы 7-ші тапсырма А нұсқасы. Өрнектердің мәнін кему ретімен орналастырып мақалды оқы. Осы мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Енді балалар бізде емірші отбасы сөзіндегі азайту амалын бірінші орындайық. 16 азайту 8 деп жазып аламыз. Бұл жерде 8-ді 2-ге жіктеп аламыз, иә? Өйткені 8 бізде 6 және 2 санының қосындысын береді. Енді 16-дан 6-ны азайтқан кезде 10 қалады, одан 2-ні азайтқан кезде 8 қалады. Келесі шуақ сөзіндегі азайтуды орындайық. 12-ден 8 азайтамыз, сонда 8-ді біз 2-ге жіктеп аламыз, яғни 2 және 6 санның қосындысы ретінде. 12-ден 2-ні азайтқан кезде 10 қалады, 10-нан 6-ны азайтқан кезде 4 қалады. Келесі қуат сөзіндегі азайтуды орындаймыз. 18-ден 9-ды азайтамыз. Бұл жерде 9-ды тура осылай 2-ге жіктеп аламыз, яғни 9 саны бізде 8 және 1 санның қосындысы ретінде. 18-ден 8-ді азайтқан кезде 10, одан 1-ді азайтқан кезде 9 қалады. Енді балалар соңғы отан сөзіндегі қосу амалын орындайық. 6 қосу 6 деп. Бұл жерде екінші қосылғышты, яғни 6 санын 2-ге жіктеп аламыз. 6 саны бізде 2 және 4 санның қосындысы ретінде. 6 қосу 4 бізде 10 болады. 10-ға 2-ні қосқанда 12 шығады. Енді балалар өрнектерді кему ретімен жазып алайық. Кему ретімен бізде 12 саны бірінші шығып тұр, я ол отан сөзінде шығып тұр екен. Келесі 9 ол қуат деген сөзден шығады. 8 отбасы және 4 шуақ деген сөзден шығады. Енді мақалдың өзін құрастырайық. Сонда бізде отан, қуат, отбасы, шуақ деген мақал шығады. Енді балалар 7-ші есептің соңғы ә нұсқасы ребусты шеш дейді. Балалар бірінші суретке назар аударыңдар. 2 бірдей қызыл алма берілген екен, және 2 бірдей қызыл алманы бір-біріне қосқан кезде бізде 40 шығады екен. Енді балалар айтыңдаршы, қандай 2 бірдей сандық бір-біріне қосқанда 40 шығады? Дұрыс айтасыңдар балалар, 20-ны 20-ға қосқанда 40 шығады. Енді келесі суретке назар аударыңдар. Бір апельсин қосу алма тең 90 дейді. Апельсинді А деп жазып аламыз. Енді 90 азайту 20 деп жазамыз. 20 бізде белгілі, ол алма екені. Енді 90-нан 20-ны азайтқанда бізде 70 деген сан шығады. Енді төмендегі суретке назар аударыңдар. Апельсиннен алманы азайтқан, иә? Демек, 70-тен 20-нан азайтамыз, сонда бізде 50 деген сан шығады. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар. Күнделікті сабақты менімен бірге орындаңдар.